жолаушылар, бүгін сіздерге тамаша көңіл-күй, керемет деген контейнер. В движении общественного транспорта не расслабляйтесь, покрепче держитесь за желтые поручни. А вдруг крутой поворот или экстренное торможение, будьте предельно осторожны. Вот. Жолаушылар, қоғамдық көліктің қозғалыс кезінде осыған сымай ішке сары тұтқадан мықтап соқтырыңыздар. Оқыс тежегіш басылған жағдайда құлап қалуларыңыз ықтимал. Бұл сіздерге ескерту сақ болыңыз. Уақытты жүріп қойыңыздар. Қоғамдық көліктің ішінде темір жәшік жұмыс істеп тұр. Осы темір жәшік сіздерді емес, сіздердің киімдеріңізді жүктеуде. Ал сіздерді болса жолда тексеруші, бақылаушы, мырзалар мен ханымдар жүктеуде. Бір аялдама тегін жүрген жолаушыға 1000 теңге мөлшерінде айыппұл салынады. Бұл сіздерге ескерту сақ болыңыздар. Во время движений вот ему надо вот такой микрофон. Не отвлекался, да? Не отвлекался. Он за руль держится, не отвлекается. Должен работать у него как вот это самое, не само. А он отвлекается. Ана кісі не Он деді? держит микрофон. Аха. Ана кісі не деді сізге? Мені тегін алып кетіңізші дейді. Сіз жиі алып кетіп тұрасыз ба осындай жолаушыларды? Маған келіп жол қаражатым жоқ деген азаматтарды мен ешқашан қалдырмаймын. Себебі менің ең үлкен байлығым, денсаулығым, адамгершілік қасиетім, имандылығым. Бір ауыз сөзін жерге тастауға болмайды. Мен мойнымда көтеріп апармаймын. Темір көліктің үстінде алып барамыз. Жазылып кетіңіз. Тек қана жазылуыңыз тілеймін. Ауырмаңыз, қартаймаңыз. Әрқашан болса жап-жас әдемі тамаша әйел азамат болып шапқылаңыз. Бір күліп қараңыз. Қана мен жақсы боласыз. Маңатай көшесі кімге Арбат, Заңғар Көкбазар керек болса, осы аялдамадан шығуларыңызға болады. Поехали прямо. Аппарамызға жабайы сақпайнағай байқырсына. Курдова, чего? Не, вы давай, до музея вам надо на 8 часов. Интересно, Марковой. Конечно. Женщина. Там это, там сон Медевского района. Я так и понял. Поехали. Абайларыңыздар, есік жабылады. Құрметті жаңадан кірген жолаушылар. Қалашықта жолаушылар тасымалдау көлігінің ішінде темір жәшік, яғни валидатор жұмыс істеуде. Жол ақысасы валидаторға төлеп қойыңыздар. Келесі аялдама Гоголь көшесі, 2-ші қалалық дәріхана. Уважаемые вышедшие своевременно перечете в салоне общественного транспорта по перевозке пассажиров по городу Алматы работает валидатор. Этот валидатор ожидает не вас, а ваших монет. Вас ожидает на линии контролеры. Бесплатный проезд всего лишь одной остановки. Это штраф в размере от 5000 тенге. Вот как слышите, работает валидатор. Вот. Своевременно перечетесь. Вторая городская аптека, следующая остановка на выезд, заранее готовимся. А вы угадали? На доску почета готовишься. Да. А вы заметили? Да. Молодец. Вам нравится, как он ведет себя? Да? Конечно, молодец. Что он десе? Ол 1917-16-17 жылдары. Рахымжан Қошқарбаев деген ол кісі Рейхстагқа туып тіккен 1945 жылы. Екінші дүниежүзілік соғыста неміс фашистік басқыншыларға соғыста. Саяхатқа барады. Анау сұрап жатыр, Әліби Жангелдің аты кім дейді, Әліби. О, біреу айтады, ол ұшқыш болған дейді, біреу бірдеңе дейді, соны білмейді. Инвалидтарға, пожилойларға көмектеседі. Постоянно вежливый, предупредительный. Өзіңіздің ризашылығыңызды білдіргіңіз келеді, иә? Я соған ризашылығымды білдіремін. Выражаю благодарность. Сізге де рахмет. Бақыт. Аха. Сіз де бақытты болыңыз.
Вам понравился? Как он? Рисовали, без Ау. Очень понравился. Мы сами с Караганды. Откуда? Откуда? Да, с Караганды. С Караганды? Очень понравился. До свидания. Жодя хорошая, Да? понравилось нам. Понравилось? Вам? Вам как? Sizge Спасибо, спасибо, всем спасибо. Fatema Arashni Sentябрь, Западе, Дан Машер, Жеребе. Рахмет.